Арма ардақты ағайын, Қызылорда қоғамдық телеарнасында көзбе-көз сөзбе-сөз хабары. Бүгін біздің студиямызда қонақта Еуразия ұлттық университеті дінтану кафедрасының доценті Кеңшілік Тышқанұлы. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Сыр еліне жасаған сапарыңыз сәтті болсын. Енді жоғарыда айтқанымыздай, сіз дінтану ғалымдарының доцентсіз. Осы дінтану саласына, дінтану ғылымына сіңірген еңбегіңіз біршама. Алғашқы сауал, қазіргі кездегі еліміздегі діни ахуал, діни тұрақтылық қай деңгейде? Және осы діни тұрақтылықты сақтап қалу үшін еліміздегі дінтанушылар тарапынан қандай жұмыстар жасалып жатыр? Енді мемлекетте қазір салыстырмалы түрде діни ахуал тұрақты деп айтуға толық негіз бар. Бірақ бұл тұрақтылық бізді еркіндікке, босаңсуға итермелемеу керек. Өйткені біз әлемде болып жатқан оқиғалар мен жағдаяттардан хабардар болып отырмыз. Оның үстіне біраз жылдар бұрын біздің елімізде де осы діннің атынан жасалған кейбір қатыгездіктер мен лаңкестіктерге куә болдық. Демек, бұл салада әрине бұл жерде дін деген мәселені бөлек алып қарастыру керек. Мына дінге негізделген саяси экстремизм мәселесі ол кішкене бөлектеу. Бірақ дегенмен де осы діни саяси экстремизм, терроризм мәселесінде азаматтардың дінді перде ретінде жамылуы осы дін мәселесінде де ойлануға, зерделеуге қажетті дүниелер бар екенін көрсетті. Сол себепті де біз әрине ол қазіргі еліміздегі осы ақпарат және қоғамдау министрлігіне дін істері комитеті, жергілікті ішкі саясат басқармаларындағы дін проблеманы зерттеу орталықтары, дін істері басқармалары осы еліміздегі діни ахуалды тұрақты қалыпта сақтап тұруға үлкен жұмыстар жасап жатыр. Оның ең бастысы осы еліміз бойынша ақпараттық түсіндіру топтары жұмыстары, содан кейін мынау теріс ағымдарға кеткен, ілесіп жүрген, болмаса сондай қақтығыс аймақтарынан келген азаматтармен оңалту жұмыстары, олардың жаңағы көзқарастарын бері қарату жұмыстары, сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Сонымен қатар әрине ағартушылық, білім беру, ғылыми зерттеу, содан кейін мына бізде жоғары білім беретін дінтану мамандықтарын дайындайтын университеттеріміз бар. Ол жерден де жылдан жылға жақсы мықты мамандар, түлектер шығып жатыр. Себебі біз тәуелсіздіктен кейінгі осы діни ахуал күрделену жағдайында оларға қарсы тұратын мамандардың жетіспеушілігін сездік қой. Оның үстіне мына имамдардың да біліми ғылыми деңгейлері жаңағы біздегі теріс ағымдағылардың алдын ала қоятындай жоғары деңгейде болған жоқ. Өйткені оған да үлкен біраз уақыт және жұмыс керек қажет болды. Енді қазіргі мынау бірден бір осы бағыттағы білім беріп жатқан Нұр Мүбарак университетінен де мықты ұстаздар қалыптасып, сол жаңағы жақсы түлектер шығып жатыр. Яғни имамдардың да бұл саладағы өздерінің деңгейлері белгілі бір деңгейде көтеріліп қалды деуге негіз бар. Бірақ енді бұл мәселе осы діни ахуалды толық шешеді деген мәселе емес. Бұл діни ахуалдың күрделенуі екі жағдайға байланысты. Біріншіден бұл діни сауаттылықтың төмендігі. Дін туралы, дінтанулық сауаттылықтың төмендігі. Өйткені бізде мынау тәуелсіздік алғаннан кейін діни жаңғыру, рухани жаңғыру, қайтадан мына ата бабамыздың сеніміне, нанымына қайту, дәстүрімізге оралу деген сияқты үлкен бір жақсы үрдістер басталды. Ал сол кездерде бізде жаңа кірген ағымдардың ішінде қайсының қандай екенін егжей-тегжейлі екшеп жатпастан адамдар дін деген осы екен деп соның артынан жүгірді. Болмаса шетелмен үлкен байланыстар, қарым-қатынастар орнатылды, көптеген азаматтарымыз шетелге діни білім алуға барды. Ал ол жерде біздің бұрынғы дәстүрімізбен астасатыны бар, астаспайтыны бар. Сол нәрселерді бір егжей-тегжейлі қарай алмадық. Одан кейін әрине біздің мынау діннің тарапынан қауіп күтпеуіміз. Сондықтан да біздің дін туралы заңдар, мемлекеттің белгілі бір қағидаттары қатаң негізделмегендіктен сол кездерде әрине өйткені біз діннен қауіп болады деп ойлаған жоқпыз. Сондықтан қазір осы дін туралы заңдар, діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңды қайта қабылдап 2011-ден бастап, соның негізінде қазір діни бірлестіктердің жұмысын қайтадан қадағалау, қайта тіркеу, бақылау жұмыстары ықтиятты жүргізіле бастағаннан кейін бұл салада недәуір реттеушілік пайда болды. Бірақ бұл екінші мәселе, идеологиялық мәселе. Яғни идеология дегеніміз адамдардың санасына белгілі бір орнығу арқылы белгілі бір топтарды қалыптастырып, белгілі бір саяси мүддеге пайдалану. Сондықтан қазіргі діннің кейбір діни ағымдары, болмаса емес кейбір діни ағымдарды саяси мүддеге пайдалану үрдісі байқалады. Сириядағы жағдайлар, басқа да мысалы таяу шығыста болып жатқан осы лаңкестіктердің артында осындай бір мүдделер бар. Сондықтан да біз оны да оған идеологиялық тұрғыдан, түсіндірушілік тұрғыдан қарсы тұрмасақ, Бұлай заңмен тыйым салуға әрине, тыйым салынып жатқан ағымдар бізде бар. Қазіргі ұзын саны 23-ге жуық
діни экстремистік жаңағы радикалды ағымдарға тыйым салынды. Бірақ олар бізге тыйым салынды, бізді ұнатпайды екен деп олар жұмысын тоқтатып жатқан жоқ. Интернет, әлеуметтік желілер, қазір біз ақпарат заманында өмір сүріп жатырмыз. Оның барлық адамдарға қол жетімді қазір. Еңкейген қарттан жаңағы еңбектеген балаға дейін қолында қазір ақпараттық технологиялар. Сондықтан осының бәріне тосқауыл болу үшін жан-жақты мемлекет осы жұмыстарды қолға алып жатыр. Енді нәтижесі жоқ деп айтуға болмайды, бірақ мәселе толықтай шешілді деп айтуға болмайды. Себебі біз бұған біраз уақытымызды жіберіп алдық. Енді қайтадан оңалту үшін екі бағытта жұмыс жасалу керек. Бірінші, осы кеткен олқылықтың орнын толтыру жұмыстары, екіншісі оның алдын алу жұмыстары. Қазір енді біз көбінесе осы кеткен олқылықтың орнын толтыру жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Яғни сол бойынша сотталған азаматтар бар, солар мысалы теріс ағымда жүрген азаматтар бар, соларды бері қарату, солармен сұхбаттасу, солардың көзқарасын оңалту, немесе әртүрлі жағдаятқа түсіп қалған отбасылар бар, немесе жаңа кешегі таяу шығыстан келген азаматтарымыз бар, соларды қайтадан бері қарату, қоғамда бейімдеу жұмыстары. Ал екінші жұмыс, алдын алу жұмыстары бойынша әрине мемлекет түбегейлі кейбір шешімдерді қабылдап жатыр. Мысалы, орта мектептердегі зайырлық және дінтану негіздері пәні, қоғам және дін пәні, болмаса жаңағы жоғары оқу орындарында дінтану пәндерін енгізу деген сияқты. Бірақ бұл жерде де мәселені мамандар шешеді. Яғни біз ондай, мысалы, елімізде қазір 7 000-нан астам мектеп болатын болса, оның барлығын біз дінтанушылармен, мықты мамандармен қамтамасыз ету үшін біраз жылдар керек. Сондықтан да бұл бағытта әлі де жасалатын жұмыстар көп деп ойлаймын. Түсінікті. Енді жоғарыда айтып өттіңіз ғой, теріс ағымдардың жетегіне еріп кеткен жастар туралы. Сол бір жастар бастапқы кезде осыдан 10-15 жыл бұрын, 20 жыл бұрын сондай бір теріс идеологияны ұстанатын ағымдардың жетегіне оңай еріп кететін тұғын. Енді қанша дегенмен жастың аты жас, оның санасы таза болады, ұсынған нәрсені бірден қабылдай қояды. Қазіргі таңда жастардың осы дәстүрлі дінге бет бұруы, дәстүрлі дінді ұстануы, оның барлық наным сенімдерін түсінуі, ұғынуы қай деңгейде жүріп жатыр? Енді жастар деген мәселе бұл тақырыптың күрделі жағы. Өйткені қандай да бір діни ағым болмасын, ұйым болмасын, жастармен жұмыс жасағысы келеді. Неге? Жастарда өйткені бірінші коммуникативтілік деген бар. Қарым-қатынасқа, байланысқа өте ашық. Екіншіден жаңашылдыққа ұмтылу деген бар. Үшіншіден жастар бұл елдің болашағы ертеңгі. Егер кім сол жастардың санасына иелік ететін болса, ертең елге сол иелік етеді деген сөз. Сондықтан жаңағы қартайған, ешкімге пайдасы жоқ, болмаса жаңағы өздерінің идеологиясына қолданыла алмайтын үлкен кісілерден көрі жастарға көбірек қаржы құйып, жастармен жұмыс жасағысы келеді. Яғни жастардың санасына иелік еткісі келеді. Өздеріне болашақта адам дайындағысы келеді. Сол себепті де жамағаттардың, соның ішінде мына діни ұйымдардың, ағымдардың жастарға ерекше ден қоюы осы мәселеге байланысты. Одан кейін жастардың әлеуметтік жағы да көбісі тұрақтала бермейді. Сондықтан да олардың жаңағы әлеуметтік жағдайларын, материалдық мәселелерін тағы да шешіп беру деген сияқты мәселелер арқылы жастар тарту жағдайлары бар. Бұл үрдіс тоқтап қалған жоқ. Бұл үрдіс әлі де жалғасып жатыр. Бірақ жастардың дәстүрлі дінге, дәстүрлі көзқарастарға бейімделуде төмен деп айта алмаймыз. Енді бұрынғы тәуелсіздік алған жылдармен қарағанда дінге деген жаппай бетбұрыс бәсеңдеген сыңай танытады. Өйткені жаңағы діннің атына жасалған көптеген лаңкестіктер, қиянаттар, халықтың жалпы діннен үрейленуі, қазір өзі жаңағы Шәкәрім бабамыз айтады ғой, жаман тәпсір жайылып жер жүзіне, дін десе тұра қашар есті азамат деп. Қазір адамдар дін десе қорқатын болды. Ол дұрыс дін ба, теріс дін ба, Құдай ол діннің астында қандай мәселе бар? Бұрын біз діннен ешқандай күмәнданған жоқпыз. Өйткені біздің тарихымызда ислам дінінің атынан бір кір келтірілген жағдай жоқ. Дін өкілдерінің атынан бір қатыгездік жоқ. Өйткені ол дін бізде имандылық, ізгілік, жақсылық. Ал енді оны қазір адамдарға түсіндіру өте қиын. Өйткені қазір дінді уағыздаушылар көп. Интернет парақтарын ашып қалсаңыз, болмаса жаңағы интернеттен іздесеңіз қандай да бір ұғымдарды, неше түрлі мыңдаған, миллиондаған ұсыныс шығады. Оның қайсы дұрыс, қайсы бұрыс ажырата алатын адамдардың барлығында сондай бір жоғары деңгейдегі діни сауаттылық жоқ. Сол себепті де бұл жастардың адасушылығы әлі жүріп жатыр деп айтуға болады. Бірақ бұрынғыдай қарқынды емес. Дәстүрлі бағытта да әрине біз қазір көреміз, мешіттерімізде ол жастардың үлес салмағы басым, жастардың қызығушылығы басым, мамандықтарға, исламтану, жаңағы теология, дінтану мамандықтарына келіп жатқан жастар да қазір саналы түрде келіп жатыр. Бұрынғы кездерде ол дінтану деген не, ол мамандықтан шыққаннан кейін адамдар кім болады, молда бола ма деген сияқты адамдарды түсініспеушілік болатын. Қазір мысалы мемлекеттің зайырлы мекемелерінде де білікті дінтанушылар жұмыс жасап, мемлекеттің дінге қатысты қызметтерін қадағалап, бақылап, соны ұйымдастырып жұмыс жасап отыр. Демек, мемлекетке бұл мамандықта керек екен деген түсінік қалыптасты. Сондықтан бұл жерде жастардың көзі ашылып келе жатыр. Бұл біз енді бір қуантарлық жағдайда бізде өте сондай бір ие бола алмайтындай үлкен қоғам емеспіз ғой.
Бізде ықшамды, адамдардың барлығы белгілі, санаулы, сосын бізде әулеттік қарым-қатынас, қарға тамырлы қазақ. Сондықтан ақырындап осы жалғастық арқылы жастардың көзқарастарын қалыптастыруға, тәрбиелеуге, бағыт-бағдар беруге мүмкіндігіміз бар. Оның үстіне қазір мамандар да ақырындап жетіліп келе жатыр. Енді шет елдерден ұстаз демейтіндей дәрежеге жетіп қалдық. Бұның өзі қазір жастарға бағыт-бағдар ретінде өте жақсы бір жағдай деп айтуға болады. Тағы бір қыры, біз мынау өзіміз ұстанған дәстүрлі исламның құндылықтық жүйесін, болмаса ата-бабаларымыздың ұстанған мұрасын қазіргі жастармен сабақтастығын қамтамасыз етуді қолға алуымыз керек. Сонда бізде мынау жаңағы ұлы даланың жеті қыры, немесе ұлы даланың ұлы тұлғалары, рухани жаңғыру, мына елбасының бағдарламалық мақалаларында көрсетілген осы рухани сабақтастық мәселесін қамтамасыз етуіміз керек. Сонда біздің бабаларымыз қалай ұстанды дінді? Діннің қай қырына мән берді? Жалпы діндар деген кім? Діндардың бейнесі қандай болу керек? Рухани тұлға қандай болу керек? Жаңағы жүректің көзін қалай ашамыз? Абай айтқандай кемел адам қалай болу керек деген мәселені осы дәстүрлі ұлттық құндылықтар негізінде жеткізе алсақ, егер сол көпірді құра алсақ, онда біздің жастарымыз өзінің ұлттық бояуын да жоғалтпас еді. Қазір енді әрине мода, шетелге қызығушылық, жаңағы ана жақта жарық жұрқ еткен сондай бір үлкен бір дүниелер бар сияқты солай елестейді жастарға. Ал негізінде бәлен жерде алтын бар, барсаң бақырда жоқ деген қазақтың сөзі бар. Сондықтан көп адамдар сондай жақтардан үлкен руханият іздеп барып адасып кетіп жатыр. Сондықтан да біздің өзіміздің руханиятымыз, бізге ғасырлар бойы ата-бабаларымыз қалдырған руханият жеткілікті. Соны қазіргі тілмен сөйлетіп жастарға бере білуіміз керек. Қазір енді абайтану сабақтары, пәндер енгізіліп жатыр. Бұның өзі жаңағы көңілге қуат. Сондықтан осы бағытта, рухани бағытта ағартушылық жұмыстар жалғасу керек. Неге десеңіз, мемлекеттің руханияты тыныш болмайынша, мемлекеттің руханияты біртұтас болмайынша, көзқарастар біртұтас болмайынша, алауыздыққа әр уақытта себеп болуы мүмкін. Өйткені қазіргі қоғамдарда 21 ғасырдың мемлекеттерінде осы іштен бөлу, әсіресе діни негізде бөлу, бір-біріне айдап салу жағдаяттар байқалады. Ал біз сияқты көп ұлтты, этносты, көп конфессиялы мемлекеттер үшін бұл тіптен қауіп. Ал енді бір этностың, біз мынау мемлекетті құрушы ұлттың ішінде сондай алауыздық тудыратын болса, бұл одан да қауіпті. Сондықтан жалпы қазақ жастары, қазақ қоғамы руханият тұрғысынан біртұтас көзқараста болғаны бұл мемлекет үшін, мемлекеттің болашағы үшін, тәуелсіздіктің тұғырының мықты болу үшін керек. Әйтпесе әрине әркімнің бір қол шоқпарына айналып саяси мүдделер тұрғысынан қырқысатын болсақ, онда біз тәуелсіздікті ұзаққа сақтап қалуымыз қауіпті болады, қауіпке айналады. Сондықтан бұндай практикаларды, тәжірибелерді біз таяу шығыс елдерінен көріп жатырмыз. Оның әрбір мынау әлемде болып жатқан оқиға бізге сабақ болу керек. Сол үшін қазірден бастап жастарды осы бағытта тәрбиелеу керек. Елдік мүдде тұрғысынан, ұлттық мүдде тұрғысынан, руханият мүддесі тұрғысынан, адамгершілік мүддесі тұрғысынан. Өйткені тәрбие тек қана біліммен берілмейді. Тәрбие ол отбасынан бастап, жаңағы ұяда не көрсең шыққанда соны аласың дейді. Сондықтан ата-ананың тәрбиесінен, қоғамның тәрбиесінен, ортаның тәрбиесінен бастап білім тағы да керек әрине. Бірақ жалаң білім, Фараби бабамыз айтқандай, ол адамзатқа қиянат, яғни адамзаттың қас жауы. Қазіргі заманда білімсіз адам аз, бірақ тәрбиесіз адам көп. Өйткені сол мемлекетте жасалып жатқан кемшіліктер, сатқындықтар, опасыздықтар, болмаса жаңа қоғамдағы іріткерлердің көбісі білімсіздіктен емес, тәрбиесіздіктен болып жатыр. Яғни руханияттың әлсіздігінен болып отыр. Сондықтан сол бағытта да жұмыс жасау керек. Сонда неше түрлі бізде жұмыс жасалатын бағыттар бар. Аға, түсінікті. Енді дәстүрлі дін және дәстүрлі емес діни ағым деген ұғымға тоқталайықшы. Осы екі ұғымды ұстануымыз қаншалықты дұрыс? Енді дінді бұлай бөлу бір жағынан бұрыс секілді, дәстүрлі емес деп. Дін ортақ, дін жалғыз. Оны ұстанушы азаматтар әртүрлі. Енді біздікі дұрыс, нақ дұрыс, мыналардікі дұрыс емес деп айтуға не кедергі? Әлде осы дұрыс деп ұстанып жүрген дінтанушы азаматтардың өзінің ойында да күмән бар ма? Енді дұрыс деп айтуға. Өнерде әркімнің бар таласы демекші, дінде де қазір әркім сөз сөйлейтін болып кетті. Діннің өзі үлкен бір құндылықтық жүйе. Оған сөз айту үшін ол дін саласында біраз тер төккен, білім алған, жан-жақты бажайлайтын адамдар болу керек. Қазір біздегі эмоционалдық жағдайда мынау жастар кішкене бірдеңені үйреніп,
2 кітапты оқып сосын уағыз айту деген мәселені түсінген. Содан кейін көп діннің атына халық оны адам деп түсінбейді, оны дін деп түсінеді. Яғни кез келген діннің атынан сөйлеген адам ол сол діннің айнасы. Сондықтан да осы қажеттілікке байланысты болмасақ, мүмкіндіктің болмауына байланысты, болмаса сондай мамандардың болмауына байланысты сондай бір үрдіс бізде қалыптасқан. Сол себепті қазір осы дәстүрлі дін деген дүниені жаңағы біздің өзіміздің қоғамға жат емес, ұлтымызға жат емес, мемлекетшілдігімізді мансұқтамайтын көзқарасты дәстүрлі дін деп түсіндіруге тырысып жүрміз. Бірақ өзіңіз айтқандайын, діннің дәстүрлі дәстүрсізі болмайды. Яғни әсіресе әрине біз үшін мүмкін дәстүрсіз, дәстүрлі емес діндер деген жаңадан келіп жатқан діни ағымдар, ұйымдар, неше түрлі деструктивті секталар тағы басқаларды айтуға болады. Бірақ ислам діні тұрғысынан алған кезде бұл дін бірақ дін. Ол дін дәстүрлі дін. Бірақ дінге дәстүрлі көзқарас деген дұрыс. Өйткені неге? Біздің ата-бабаларымыз да дінді ұстанды. Олар дінді қалай таныды? Құдайды қалай таныды? Оның сипаттары қалай? Ішкі жаңағы мазмұны қалай болу керек? Діндар адамның бейнесі қандай болу керек? Мысалы Шәкәрім Құдайберді айтады ғой, қиянатың бар болса, иманың жоқ, маған десе 1000 жылдай қыл ғибадат дейді. Қиянатты жау білу, ішкі жан дүниенің тазаруы, көкірек көзінің ашылуы, іштегі кірді қашыру, абайша айтқанда. Бұл діннің, руханияттың қызметі. Сол тұрғыдан алған кезде дінге дәстүрлі көзқарас. Яғни біз қазір діндің сыртқы формасымен көп айналысып кеттік. Соған қарап адамдарға қарым-қатынас жасаймыз. Соған қарап адамдар діндар деп бағалаймыз. Ал діндарлық ол адамның ішінде, жүрегінде, жүректің тазалығында, имандылықта, адалдықта, ұлтқа, қоғамға жанашырлықта, міне, адамды сүюде, махаббатта. Сол нәрселерді біз түсінетін болсақ, яғни дәстүрлі дін дегеніміз осы. Әйтпесе әрине ислам өзгерген жоқ. 14 ғасыр бұрын қалай келді, әлі күнге шейін Құран сол қалпында, пайғамбар сол қалпында, уағыз сол қалпында. Бірақ адамдардың дінге көзқарасы өзгерді. Неге мысалы бұрын лаңкестік жоқ, терроризм жоқ, исламды осы терроризммен қатар қолдану жоқ, исламофобия жоқ. Қазір мінекей осы өткен ғасырдың аяғынан бастап осы нәрселер үлкен үрдіске айналды. Бұл да ойландыруға қажет. Олай болатын болса біз рухани жағынан өзіміздің өзегімізге оралуымыз керек. Материалдық тұрғыдан, өркениеттік тұрғыдан әрине жұрттан қалыспауымыз керек. Яғни ғылым мен техниканы меңгеру керек, үйгеру керек, өркениетке талпыныс жасау керек, оқу керек, білім алу керек. Бірақ руханиятымыз ол өзекке байланысты болу керек. Өйткені адамның ішкі руханияты сыртқы дамуға ешқашан кедергі келтірмеу керек. Оның үшін ислам діні оған кедергі келтірмейді. Өйткені біздің орта ғасырлардағы небір ұлы тұлғаларымыз Әл-Фараби бастаған исламның негізінде білім алды. Олар ешқашан ғылымға кедергі келтірген жоқ. Ал қазір мен мына діндармын, маған мына өркениет керек жоқ, бұның барлығы жалған, бұның барлығы ертең ол деген нәрсе, ол мынау соғыспай жаулап алудың тетіктері. Соны біз назарда ұстауымыз керек. Түсінікті. Аға, руханият деп тоқталып өттіңіз. Адамды рухани байытатын бір нәрсе, ең негізгілердің бірі кітап. Біз мойындауымыз керек. Қазіргі таңда осы рухани байлық беретін мынау көп кітаптарды, соның ішінде діни әдебиеттерді аудару жағынан, олармен жұмыс жасау жағынан көрші ағайындарымыздан кенже қалдық. Қазіргі кезде осы діни әдебиеттерді аудару мәселесі, оны түсіндіру мәселесі қалай қолға алынып жатыр, аударылып жатыр ма, қанша кітап аударылды қазірге дейін? Мынау ақпарат заманы, жаһандану деген неше түрлі ұғымдардың артында кейбір қасіретті жағдайлар бар. Бұл қазіргі қоғамның кітап оқымауы. Жастардың, балалардың кітап оқымауы. Арзан мәліметтерге жүгіру. Бұл интернеттегі жазылған неше түрлі оңды солды ақпараттар. Сол адамның санасын жаулап алу арқылы рухани құндылықтардан қол үзіп қалу. Кітап оқитын адам жоқ деп айта алмаймын, бірақ салыстырмалы түрде өте азайды. Содан кейін де мынау қағаз түрінде кітаптарын шығаруға да өйткені нарықтың бір заңдылығы бар, егер сұраныс болмаса ұсыныс болмайды. Сондықтан сондай бір жағдай. Ал дін тұрғысынан алған кезде біз кішкене кенжелеп қалдық. Неге десеңіз, мынау шет елдерде мен бірнеше жыл бұрын осы Түркия мемлекетінде бір конференция, симпозиумға қатысқан кезде ол жердегі діни басқарма өкілдері айтады, Түркияда жылына 130 миллион дана діни кітаптар басылады дейді. Демек, сұраныс бар. Ол жақта кітапханаға кірсеңіз, кәдімгі нан сатып алып жатқан сияқты кітапқа очередь. Ал бізде ондай кітапханаларға жаңағы кезек жоқ. Кезекті қойып, кіретін бірен-саран адамның өзі табылу қиын. Олай болатын болса, бізде сол жағы кенжелеп тұр. Қазіргі осы дін саласында қызмет етіп жатқан азаматтардың жасап жатқан шаруалары осы негізгі кітаптарды аударып жатыр. Бұрынғыдан қарағанда салыстырмалы түрде біраз дүниелерге ие болдық. Бірақ бұның деңгейі әлі көтерілу керек. Яғни қоғамның сұранысына қарай күрделеніп отыру керек.
біз мына бастапқы деңгейдегі діни мәліметтерді беру деңгейімен әлі келе жатырмыз. Былайынша айтқан кезде біз дәстүрлі дін деп айтсыз, дәстүрлі дінге көзқарас деп жатсыз. Сол бойынша қажетті негізгі фундаментальный кітаптардың бәрін толық аударып болған жоқпыз әлі күнге шейін. Өйткені діни мәлімет іздеген адам біздің өз тілімізде, ана тілімізде таба алмайды. Сол үшін де олар орысшаға, ағылшыншаға, болмаса басқа арабшаға солай жүгініп жатыр. Сондықтан біз қоғамға ол сұраныс қажеттілікті қамтамасыз етуіміз керек. Осы тұрғыда мына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына да үлкен жүк түсіп тұр. Неге десеңіз, осы дін қазіргі бізде заңдық негіздер бойынша кез келген шыққан діни әдебиеттер бұл дінтаналық сараптамадан өтеді. Дінтаналық сараптамадан өткізу үшін ол жаңағы арнайы сондай мекемелерде арнайы мамандардың тарапынан дайындалу керек. Өйткені ол кім бізге діни әдебиеттер дайындап береді? Ағымдардың өкілдері ма? Оны да қадағалайды. Сондықтан діни басқарма осы бағытта жүйелі фундаменталды жұмыс жасау керек. Мына жақында ғана осы мына Қайрат Жолдыбайұлы мырза, болмаса жақында осы бас муфти Хазірет президентке кірген кезде болашақта ислам зерттеу институтының академиясын ашу туралы ұсыныстар айтып жатыр. Міне бұл діннің ғылымилануы ауадай қажет нәрсе. Егер біз дінді ғылымнан жалаң түсінетін болсақ, ол радикализмге барады. Сол үшін дінді әр уақытта Шәкәрім айтады ғой, таза ақылмен таппаған дін шын дін емес, шындылық деп. Сол жындылыққа барып отырмыз. Сондықтан ғылыммен ұштастыра отырып, зерттеулермен, ағартушылықпен ұштастыра отырып руханиятты беретін болсақ, әрі дін, әрі тәрбие болады. Ал енді бұны олай жасамаған жағдайда жаңағындай душар болып жатырмыз. Сол себепті де мемлекетте, елімізде көптеген азаматтар осы уақытта кітаптар шығарып жатыр. Бізде біраз кітаптарды аударып, жаңағы қолымыздан келгенше үлес қосып жатырмыз. Бірақ бұның саны, рухани салмағы көңіл көншітетіндей жоғары деңгейде деп айта алмаймыз. Әлі де болса қажеттілік бар. Тіпті әлі күнге дейін толықтай біз оқулықтармен, оқу құралдарымен керемет 100% қамтамасыз еттік деп айта алмаймыз. Өйткені бұл салада жасалатын еңбек немесе мамандардың жетіспеушілігі, болмаса жаңағы заманауи шығып жатқан жаңа басылымдарын аудару қазақ тіліне, болмаса жазу деген үшін ол жүйелі жұмыс жасалу керек. Оқытушының немесе дінтанушының қолының бостығы болу керек. Шығармашылық еркіндігі болу керек. Бізде көбінесе қазір тіршіліктің қамымен сағаттың артында жүгіріп жүрген мұғалімдер көп жағдайларда шығармашылықпен айналысуға да уақыты болмайды. Бір жағында отбасы, бір жағында еңбек, бір жағында табыс, бір жағында қоғамдық ағартушылық жұмыстар деген сияқты. Сондықтан бұл біртіндеп, бірақ бұған арнайы сондай институттар жұмыс жасайтын болса, әлдеқайда салмақты дүниелер шығады деп ойлаймын. Енді болашақтан үміт бар, бірақ ештеңе жасамай отырмыз деп те айтуға болмайды. Қазір бірден сараң тақтық бірдеңелер шығып жатыр. Аға, қорытынды сауал болсын. Дінді ұстанамын, таза дінді ұстанамын, жаратушымды танимын деп талпынған адам бірінші кезекте нені ұғынуы керек? Жаратушыны танимын деген адам бірінші өзін тану керек. Мен кіммін? Руханиятым қандай? Құдайдың алдындағы міндеттерім қандай? Жалпы дін деген сөздің өзі жақындау деген сөз, байланыс деген сөз. Кімге жақындау? Құдайға жақындау деген сөз. Құдайға жақындау үшін адам бірінші өзінің ішіндегі кемшіліктерін жою керек. Өзімен күресу керек, өзінің теріс әдеттерімен күресу керек. Өзінің жаңағы өмірлік миссиясын, мақсатын түсіну керек. Бұл өмірге мен не үшін келдім? Менің қызметім қандай? Мынау Шәкәрім айтады ғой, өзіңмен күресу өлгенше дейді. Өзіңмен күресу, немесе мұсылмандық шартында айтады, сен жаратқанды танығың келсе, бірінші өзің таны дейді. Өзін танымаған адам Құдайды танымайды. Өзін танымаған адам дінді білмейді. Қазір біздегі көп сол діннің атынан сөйлейтін адамдар біреулерді кінәлаумен айналысады, біреулерді тозаққа жіберумен айналысады. Бірінші сен өзің жағдайыңды қара. Қандай жағдайдасың, ертең ахуалың қандай болады? Егер сен өзіңді тазалатын болсаң, рухани тазалыққа ие болатын болсаң, сенің сөзің салмақты болады. Сені бәрі тыңдайды. Сен біреуге ақыл айту позициясында болмайсың, өйткені бірінші ақылға өзің мұқтажсың. Сондықтан біздің мынау дін ғұламаларының әулиелігі, біздің құрметтейтініміз, олар ешкімнің дінімен айналысқан жоқ. Олар өздерін жетілдірумен айналысты. Сол үшін біз оларды кемел адамдар, ахундар, ишандар, жыраулар деп мадақтаймыз, молла деп, қари деп. Ал енді қазір бізде туа салып, шыға салып, болмаса бір нәрсені оқи салып, біреудің дінімен айналысатын, иманымен жағаласатын адамдар көбейді. Сол үшін діндар адам бірінші өзімен айналысу керек. Сонда ғана ол өзінің кемелдігіне жетеді. Құдай қаласа, бұйырса, оның аузын басқаларға тыңдататын қылып қояды. Аузына дуа беріп қояды, дуалы ауыз болады. Ал бізде ондай мәселе жоқ. Қазір біз өзіміздің тағдырымыздан гөрі біреудің тағдыры бізге қызығырақ. Сонымен көп бұрылып кеткеннен кейін бұл кодтан айырылып қалдық. Яғни бұл сырдан айырылып қалдық. Сол сырға бөленем деген адам бірінші өзін жетілдіру керек. Сонда Құдай оның бүкіл жұмысын сәтті қылады деп мен ойлаймын. Әрине мақсат ол өзінің жұмысын сәттілікке жеткізу емес, Құдайдың алдындағы пенделік міндетін орындау. Егер сол бағытта болатын болса, мысалы Абайдың өзі айтады, мен ешкімге арнап кітап жазған жоқпын, өз сөзім өзімдікі дейді.
ұнаса алыңыз. Міне абай егер ақыл айтпаса, біз кімбіз біреуге ақыл айтатын? Сондықтан біз бірінші ақылға өзімізге айтуымыз керек. Өзіміз соған жетуге талпыныс жасауымыз керек. Сонда бізге ұқсағысы келетіндер өздері тауып алады. Түсінікті. Аға, студиямызға келіп, уақыт бөлгеніңізге, сұрақтарымызға салмақты жауап бергеніңізге алғыс білдіреміз. Жасап жатқан істеріңіз, бастамаларыңыз берекелі болсын. Рахмет, сіздерге де сәттілік болсын. Рахмет. Құрметті телекөрермен, келесі кездескенше басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын.